Сәлем достар, өздеріңіз білетіндей Google-дың іздеу жүйесінде ақылы жарнама беруге болады. Негізінен жарнаманың екі түрі бар. Біріншісі Search Network дейді, іздеу жүйелері бойынша, екінші Display Network дейді, яғни ремаркетинг деп аталады. Және үшіншісі YouTube видео хостингде тағы жарнама беруге болады, яғни видео жарнама. Негізінен осы жарнама, бірақ бұл жарнамалардың барлығында қазақ тілі қолданылмайды. Егер сіз қазақ тілінде жарнама беретін болсаңыз, Google-дың жарнама жүйесінде сіз жарнама бере алмайсыз. Search Network-та да, Display Network екеуінде де. Мысалға айталық, егер де сіз Google-дың жарнама жүйесіне келіп, қандай да бір сөзді орысша жазатын болсаңыз, сізге жарнама шығады. Ad деген жарнама. Осы мысалы Search Network-та көрдіңіз жарнама шығып тұр. Қазақ тілінде жазсаңыз, енді жарнама мүлдем жоқ. Берген күннің өзінде менің практикамда сіз мынау астыңғы бөлікке келіп орналасуыңыз мүмкін максимум. Енді бір керемет ең көп қолданылатын кілт сөзі бар бір жарнама бермесеңіз, онда сіз негізінен 90% уақытта 10 жағдайдың 9-ында немесе 10 жағдайдың 10-ында сіз мына бір жерде жүресіз. Сіз жоғары бетке шықпайсыз. Бұл не деген сөз? Яғни Google қазақша жарнаманы қолдамайды. Яғни Google-дың AdWords жүйесі қазақ тілін білмейді деген сөз. Яғни автоматты робот білмейді. Біріншіден, екіншіден, мен жақында ғана осы мәселе бойынша Google-дың қолдау жүйесіне хабарластым. Олар қазақ тілін қолдауымыз үшін екі жағдайды айтты. Біріншісі, сіз бізге хат жазуыңыз керек деді. Яғни Google-дың AdWords жүйесіне кіріп, осындай жарнаманы қазақша қолдайтын жүйені қосыңыздаршы деген сияқты мәтінде жарнама жаңағы суппортқа жазу керек, қолдау жүйесіне. Көп адам жазу керек, жалғыз мен емес. Мен бүгінгі видеоның мақсаты сол, жалғыз мен ғана емес, сіздер де жазуларыңыз керек. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде болсын, орыс тілінде болсын, біз жазуымыз керек, яғни Google түсінетін тілде. Екіншісі, біз мына іздеу жүйелерінде Google-дың қазақша көбірек іздеуіміз керек. Қазақша контентті көбірек іздесек, сол кезде енді мүмкіндік бар. Google соны қазақша бізге рұқсат беретін шығар деген. Себебі біз қазіргі таңда қазақ тілінде мүлдем жарнама бере алмаймыз. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Менің өзім практикамда болды. Google-да біз мүлдем жарнама бере алмаймыз. Біз өз елімізде отырып жарнама бере алмаймыз. Сондықтан бұл жағдайды дұрыстау керек. Бере алмайды екенбіз деп отыра беруге болмайды. Осы жағдайды барлығымыз бірге шешейік. Ол үшін AdWords жүйесіне келеміз. Ең алдымен сіз Gmail аккаунтыңыз болу керек. Gmail аккаунтыңыз болса, Google AdWords деп жазсаңыз, AdWords Google.com деген жарнама беру кабинетіне келіп түсесіз. Менің жарнама беру кабинетім. Мысалы, мына жерде көрдіңіз, мен жарнамалық компаниялар жасадым, ешқайсысы жүрмейді. Қазақ тілінде жүрмейді. Енді өкінішті болса да, шындығы солай. Енді не істейміз? Жыламаған балаға емшек жоқ. Мына бір түймені басып, send feedback. Егер сіз орысша қолданатын болсаңыз, тура осылай, бірақ мына жерде енді не деп тұру мүмкін орысша? Отправить отзыв деп осылай тұру керек. Осыны басасыз. Мына жерде сізге арнайы осындай терезеше ашылады. Осы терезешенің ішіне өзіңіздің мәтініңізді жазасыз. Ағылшын тілін білсеңіз, ағылшынша жазыңыз. Егер орысша интерфейсті қойыңыз, бізде Қазақстанда 99% орысша тілді қолданады. Мен сенімдімін, сіздің интерфейсіңіз орысша екенін. Сондықтан да сіз мына жерге орысша жазуыңызға болады. Пожалуйста, бірдеңе деп ары қарай өзіңіз қосасыз. Мен мысалы өзімнің мәтінімді дайындап қойдым. Осы мәтінді мен мына жерге орналастырамын. Яғни бұл жерде мен не жаздым? Мен алдында мысалы helpdesk-қа, суппортқа хабарластым дедім, одан маған көмектесе алмады, сондықтан да қазақ тілін қосып беріңізші деген сияқты қылып мен өзім мәтінімді жаздым. Send батырмасын басып жолдаймын. Достар, мен жолдадым. Эстафетаны барлық қазақ тілінің жанашырларына, әсіресе қазақ тілді кәсіпкерлерді қолдайтын барша ағайынға жолдадым. Менің видеомды таратыңыздар, болмаса өздеріңіз видео түсіріп таратыңыздар. Бір-бірімізге көмектесіп, осы қазақ тілінің Google гиганттың жарнама кабинетінде қазақ тілінің пайда болуына және қазақша жарнама беруге мүмкіндікті туғызуға барынша септігімізді тигізуге баршаңыз шақырам. Барлығымыз бірігіп, жұмыла көтеріліп, осы қазақ тілін Google-дың іздеу жүйесінде кеңінен таралуына ықпал етейік. Осы видеоны таратыңыздар, үлкен өтініш.
жалпы жарнамаға қатысы жоқ кісілер болса да, себебі бізде Гуглда неғұрлым көбірек қазақша нәрселер ізделсе, қазақша нәрселер көбірек жазылса, қазақша нәрселерді адамдар көбірек қарай бастаса, Гуглда қазақ тіліне қарай бет бұра бастайды. Егер сіз басқа тілде іздесеңіз, ол тілді Google баяғыдан қолдайды. Ал біз қазақ тілін қолдату үшін көбірек іздеуіміз керек. Осылай фидбактарды жазуымыз керек, пікірлерімізді. Міндетті түрде фидбак жазыңыз, осы видеоны таратыңыз, үлкен өтініш. Гуглдың жарнамалық жүйесіне қазақ тілін осы жылдың соңына дейін барлығымыз бірлігімізді көрсетіп қосайық ағайын. Мен соған сенімдімін. Менің атым Айбек. Осы видеоның астында менің барлық контактілерім болады. Хабарласыңыздар, сіздерге де көмектесе аламын. Барлығымыз бірге осы істі соңына дейін жеткізейік. Рахмет достар.